мынадай ішкі есіктерді қалай жасау керектігін көрсететін боламыз. Бұл жерде ең бірінші бізде есіктің өлшемі сызылады, қаншалықты өлшем болады. Соны сызып аламыз біз. 4 бұрыш. Есігіміздің биіктігі 1000 болсын. Кішкентай. Ені бізде 600 болсын. 600 дедік. Окей деп басамыз. Міне. Бізде сыртқы өлшемі сызылды. Бұл жердегі есіктің өлшемі бұл жерде тұр, міне 600 және 1000. Енді ішіне қарай кіретін қалыңдығы, жақтаудың қалыңдығы қанша болады бізде? 60 дейтін болсақ. 60 дейтін болсақ, мына жерде 60 деп жазамыз. Міне сыртына қарай кетті, бізге ішіне қарай жіберу керек. Мынау іші және сырты деген сөз бағыты. Сызылатын контурдың бағыты. Басамыз. Міне ішіне қарай кірді. 60 мм. Мына шетінен 60, мына шетінен 60, жан жақ қабырғасынан 60 мм кірді. Енді ішіндегі мынау сеткаларының қалыңдықтарын сызамыз. Ол үшін бізде сызықты талдап аламыз, осындай жай сызықты. Сосын сызықты ақырын бойлап жүрсеңіздер, бұл жерде ақырын бойлап жүрсеңіздер, центрді өз көрсетеді. Міне тура осылай центрді көрсетеді. Сол жерден басып төмен қарай астыға түсіреміз. Мына жерде міне өзі жанады. Тағы да басамыз. Бізде негізгі центр сызық сызылды. Және мына тура ортасынан былай тағы бір бөлейік. Ол үшін тағы сызықты талдап аламыз. Мына сызықты ақырын бойлатып жүрсеңіздер, белгі береді. Міне тура осылай. Сол белгімен ақырын тартсақ, бізде түзу сызық сызылады. Түзу сызық сызылды. Міне. Енді мына жерден бір бөлік, мына жерден бір бөлік сызу керек. Ол үшін мына тура ортасынан қалай сызамыз? Ең әуелі бізде көмекші сызық жүргізіп аламыз. Центрді табу үшін. Былай сызық сыздық, мына нүктеден қоямыз, және мына нүктеге алып келеміз. Міне. Енді бұл жерде мына ақырын бойласаңыздар, тағы да центр көрсетеді. Тура осы жерден сызық жібереміз. Ақырын бойлатамыз, былай жібереміз. Міне. Тура осылай бізде центр сызылды ортасынан. Енді екінші жағында тура солай істесек болады. Я болмаса мынаны симметрия жасасақ болады. Мына жермен. Симметрия қалай жасаймыз? Сіздерге көрсете салайын. Міне. Бұл жерде төмен қарайлап баса саламыз. Мынау міндетті түрде бізде дұрыс белгісі тұру керек. Өйткені бізде көшірме нұсқасын бері қарай жіберу керек. Я болмаса мынау тура осы жерде бұл сызықтың қалғаны бізге қажет емес. Сондықтан біз мынаны алып тастаймыз, дұрыс белгісін. Соны төмен қарай жібереміз. Низу деп. Вот, мына жерге түсті. Енді осы жердің мына центрдан былай қарай сызық жібереміз. Сызықты қалай жібереміз? Міне ақырын бойлатсаңыздар, міне көрсетеді. Мына жерде контрол басып тұрып, түзу жіберсеңіздер, міне контрол басып тұрып. Мына жерде сызығыңыз ешқашан қисаймайды. Яғни нақты бір градуспен қозғалады. Міне. Бастық, түзу болды. Мына жерден аса берсін бізге. Жетпей қалғаннан асып кеткені ештеңесі етпейді бізге, кедергі келтірмейді. Енді бізге мынаның қалыңдықтарын жасау керек. Қалыңдықтары. Қалыңдығы бізде 30 мм болсын. 30 мм. Ол қалыңдық мынаның қалыңдығы. Яғни мына аралық. Мынау 30 мм болсын. Ол үшін бізде не істейміз? Мынаны басамыз, түзу сызықты. Я болмаса, түзу сызықты басамыз. Мына жерде мынаны басамыз. Мына жерде тұр. Басқанда мынау 60 деп тұр. Осыны жібереміз біз. 15. Бұлай қарай жартысы 15. Жартысы 15 болады. Бастық. Енді кері бағытқа жібереміз. Мына сызықтан бұлай қарай. Яғни мына жер 15. Мына жағына тағы 15 болу керек. Сонда бұл 30 болады. 30 деп жазамыз. Мына жерде бағытын өзгертеміз. Басамыз. Сызық сызылды. Мынаны өшіреміз. Мына ішкі сызықты өшіріп тастаймыз. Міне қалды. Мына жақта бағана қалған артық сызықты да өшіріп жіберу керек. Өйткені бұл біздің келесі траектория жіберген кезде қателіктер шығады. Яғни сізде фреза таңдалмайды, траектория жіберілмейді. Так, енді кезек мынаның қалыңдығын жазу керек осындай. Бұл жерде үшеуін бірдей белгілеп алып істесеңіздер де болады, я болмаса жеке-жеке істесеңіздер де болады.
Бастық, үшеуін белгілеп алдық. Мына жерде контрол не болса shift басып тұрып белгілесеңіздер болады. Мына жерде біз 15 деп жіберейік үстіне қарай, болмаса астына қарай. Міне кетті. Ендігі кезекте үшеуі де талданды. Үстіне қарай жіберу керек. Мынау талданып тұр. Мына жерде 15, мына жерде 15, яғни 30 болады деген сөз. Мына жерге біз 30 деп жазамыз да бағытын өзгертеміз. Міне 30 болып сызылды бізде сызық. Енді мынау ішкі сызықтарды, центр сызықтарды біз өшіріп тастаймыз. Өшіріп тастадық. Ендігі кезекте мыналарды тұтастай мына сыртқы контурмен, сыртқы сызықпен, бағанағы 60-пен, мынау тұтас болу керек. Яғни бұл жер бөлініп тұр. Сондықтан бұны біріктіреміз. Кесеміз. Міне осылай. Мынаны да кесеміз. Мынаны да кесеміз. Бұл жерде сызықтардың бәрін кесіп, артық сызықтарды мыналай кесіп тастасақ болады. Міне. Қандай да бір артық сызық қалады, қашан артық сызық қалады, бұл сізге ешқашан жұмыс жасауға мүмкіндік бермейді. Анықтап көру керек, әрбір сызған сызықтарды өшіреміз. Міне жеке-жеке барлығын өшірдік. Міне. Тура осылай өшіріп шығамыз. Я болмаса ол мына жақта заттармен де істеуге болады. Бұл қазірге осымен біз өшіре тұрайық. Міне біз өшірдік жалпы сызықтарды. Міне негізгі сұлбасы бізде пайда болды, сызықтың негізгі бейнесі мына жерде. Енді қараңыздар, мына сыртын басқан кезде тұтас сызық бір сызық ретінде қарастырылып тұр. Мынау әрбір ішкі төрт бұрышта тура сондай болу керек. Біреуін басқанда жалпы талдану керек. Мынау екі бөлік, мына жерде үш бөлік тұр. Осы бөлік әр бөлікті бір-бірімен тұтастыру керек, мына бөліктерді. Яғни бір сызық ретінде қарастырылмаса, бізде сызық жұмыс атқармайды траектория жасаған кезде. Міне. Енді не істейміз? Енді толықтай белгілеп аламыз. Мына сыртқы контурға өткізбеңіздер. Мына тура осылай. Былай міне. Мынау ғана ішіне толық кіретіндей қылып белгіледік. Ендігі кезекте біз мышканың оң жағын басамыз. Оң жағын басқанда мынадай кнопкалар бар. Міне сызықтарды біріктіреміз. Бұл жерде мынаны басамыз. Бастық. Бұл жерде мынадай зат пайда болады бізде. Окей дейміз. Міне 8-де 8. Барлығы бірікті дейді бізде. Міне біреуін басқан кезде толықтай сызылды. Пайда болды. Так. Барлығы дұрыс. Енді не істейміз? Енді бізде осыны кесу керек. Яғни станокқа жіберу керек болды делік. Станокқа жіберу үшін біз қандай команда береміз? Қалай кесеміз? Қандай фреза талдаймыз? Бұны осы траектория бөлімінен қарастыратын боламыз. Ең бірінші біз мына сызбаны центрге орналастырамыз. Сіз центрді қай жерден алдыңыз? Нөл нүктесін қай жерден белгіледіңіз? Сол нүктеге жібересіз. Т-ны басамыз. Болмаса клавиатурадағы Т деген кнопканы міндетті түрде ағылшында тұру керек. Т дегенді бассаңыздар, мынадай зат шығады. Я болмаса мына жерде көрсетілген. Мынаны бассаңыздар болады. Міне. Сонымен біз Т-ны басып істейік. Т-ны бастым. Мына жерде бізде центр. Станоктың қай бұрышына сіз центр алдыңыз? Мына бұрыштан алдыңыз ба, әлде мына бұрыштан? Болмаса центрден алдыңыз ба? Соған байланысты сіз центрді жібересіз. Мен бұрыштан жібердім. Мысалы, мен мына шетінен 10, мына шетінен 10 қалдырайын. Листтан қалдырам. Яғни, мынау кескен кезде листтің ішінде толық болу үшін асып қалса, бізде размер дұрыс шықпауы мүмкін деген сияқты қателіктер орын алады. Сондықтан 10 мм. Мен үнемі 8-дік фрезамен кесемін. 2 мм допуск қалдырып. Так, листке орналастырдық. Енді траекторияға кіреміз. Траекторияға кірдік. Мына жерде мына кнопканы басамыз, 2-ді деп тұрады. Бұл жерде мынадай зат пайда болады бізде. Бұл кесетін. Бірінші біз қайсыны кесеміз? Соларды белгілейміз.
Мысалы, мынаны белгілесек, тек қана мынаны кеседі. Мынаны белгілесек, сондықтан бізде мынаны толықтай белгілеп алайық. Толықтай белгілеп, мынау бірінші кеседі осыны. 16, листіміз 16 болса, біз 16-да 2 деп береміз. Я болмаса 16-да 1. Сіздің станогыңызда қаншалықты мүмкіндік бар, яғни тура болатын болса, сіз 16-да 1 десеңіз, тура кесіп береді. Деген сияқты. 16-да 2-ні бердік. Енді қандай фрезамен кесесіздер? Қандай фрезамен кесесіздер? 8-дік, 10-дық, 6-лық деген сияқты. Мен 8-бен кесемін. Мысалға 8 деп талдадым. Инструментті талдадық, окей дедік. Мына жерде міне, мынау безопасность, ары бері қозғалатын қауіпсіздік несі. Бұл материалдың қалыңдығы. Бұл жерге мен жазамын. 8 диаметрі 8 деп кесет іші деп қояйын мына жерге. Ин деп ағылшынша іші деп қойдым міне. Мына жерде мынау қателік кетті. Мына жерде мен контурдың сырты деп белгіленген, мен ішінен кесуім керек еді негізі. Сондықтан біз мынаны внутри талдаймыз. Внутри деп өзгертеміз. Ішінен талданды. Я болмаса міне қараңыздар, ішінен кетті міне сызық. Егер де сызықтың тура үстінен жіберем десеңіздер, вдол деген бар мына жерде. Вдолды бассаңыздар, сызықтың үстінен кетеді міне. Енді біз ішінен керек сызықтың талдадық. Сызықтың ішінен бұл кесіп шығады. Ендігі кезекте сыртын кесу керек. Сыртын кесу үшін бізде мынаны басамыз. Сыртынан нарушение тұра береді. 16-да 2. Мына жерге инструмент. Қандай инструмент кеседі сізде? 8-дік фреза, 8 талдаймыз. 16 мм. Мына жерде диаметр 8 дейінді сырты деп жазайын. Бітті. Міне тура осылай бізде кесіп шығады. Енді бұны сізде станокқа жібере берсеңіз болады. Программа дайын деген сөз. Бізде имитациясын көрсетейін сіздерге. Міне. Ана жерде тұр. Мынаны өшіріп тастайық. Бұрынғы имитация өшіреміз. Енді жаңадан жібереміз міне. Міне бізде кесіп шықты міне. Мынау ортаңғы бөліктер алынып тасталынатын бөлік. Сонымен мынау сабақ міне сіздерге түсінікті деп ойлаймын.